Альбатрос мұхиттар үстінде ұшып өмір сүретін ең ірі теңіз құстарының бірі. Бірақ оның балапанына деген сүйіспеншілігі біз күткендей жұмсақ емес. Егер альбатрос балапаны ұядан құлап кетсе, анасы оған көмектеспейді. Тіпті кейде оны танымай қалғандай болады. Бірақ бұл ұмытып кеткені емес, бұл табиғи инстинкт. Анасы әдейі көмектеспейді. Неге? Себебі балапан тірі қалғысы келсе, өзі әрекет етуі керек. Ұяға оралу үшін өз күшімен еңбектенуі тиіс. Бұл тіршілікке бейімделудің алғашқы сынағы. Егер балапан тырыспаса, анасы оны тағдырға тастайды. Яғни өліп қалса да көмектеспейді. Бұл тым қатал көрінуі мүмкін, бірақ бұл табиғи сұрыпталу. Әлсіз балапан аман қалса, болашақта ұрпағын асырай алмайтын әлсіз құсқа айналуы мүмкін. Ал егер өзі қайта кірсе, анасы оны қайта қабылдайды. Себебі ол өмір сүруге дайын екенін дәлелдейді. Бұл қатал сабақ балапанға не береді? Төзімділік, тәуелсіздік, өмір сүру үшін күресу қабілеті. Бұл табиғаттың өз тілімен айтқан балаңды аясаң аяма деген даналықтың дәлелі. Хикметі мынада: өмірде тек күштілер ғана өмір сүреді. Мейірімділік кейде қаталдық арқылы көрінеді. Өмір сүруді үйретудің ең шынайы жолы өз бетімен өмір сүруге итермелеу.